Неге енсін? Сол кезде үйдеймізге бірден таратпадық. Неге үйге келмейсің? Енді өздері ғой соны қалаған. Құлап бағамызды білмей-ақ қойсын. Айтсыныз сөйтіп айтыңдар ғой. Мадияр аға басқа болдыр, құрбақа деп мазақтайды деп айтты. Кім, мен ба? Арман, сен айттың ғой, айтса. Мен айттым. Біз құлап қалғанымызды ешкім білмей-ақ қойсын деп, үйге таза барайын дегенім ғой. Ой, сен де бір. Сосын не болды? Сосын кірлерін жуып, кепкенше ұйықтап қаппыз ғой енді. Ой, телефон соғып айтпайсың ба? Бол. Менің бір түсінбейтін да. Неге терезеден кіресіңдер сендер, а? Соны айтып отырмын да мен де. Жоқ, сау адам терезеден кіре ма? Сен жүзің жарық болса, неге сен есіктен кірмейсің, а? Білдім бар ғой, үстіп ұрсып шығатындарыңды бар ғой. Құтқарғаныма рахмет былай тұрсын, мені кінәлап қойдыңдар ғой, сол кезде терезеден өткізіп жіберіп, сендер мен сендерді көрмедім деп кетіп қалуым керек еді бар ғой. Рахметіңе рахмет айтып отыр, құтқарғаныңа рахмет. Енді неге бірден үйдеймізге таратпайсың? Түнімен жынды болдық қой біз, айтсаңшы есаға. Өліппелі жазады ғой. Ұйықтап қалдық деп атырмын ғой, әдейі ұйықтап қалдық па? Қарабассың сен, қара басқыр. Рөлде келеткен адамда ұйықтап қалып атыр ғой қазір. Рөлде тұрма сен. Рахмет айтпасыңыздар, айтпай-ақ қойыңыздар, бірақ үйтіп кінәламаңыздаршы адамды. Баған. Сендер кінде жоғы? Әкелеріңді ойламайсыңдар ма сендер? Мен айтсаңдар, сендер уайымды бөлдің ғой мені. Жоқ, мен айтсаңшы. Мен айтшы. Мен жаман қатты ойым. Ой, бізді айтсаңыздаршы. Мен айтсайсың мені. Лақтырған тастарың терезеге тиді. Егер адамға тигенде не болатын еді? Терезенің емес, адамның көзін шығара жаздадыңдар ғой. Балаларыңыз сіздерге жұмыс тауып берді. Есен аға екеуіңіз енді ана терезені жөндейсіздер. Жөндейміз, кешіріңіз. Енді амалымыз жоқ енді, мына оңбағандардың кесірінен. Әкеңді міне терезе шығарады заводта істейтін бет? Как раз аяқтарыңыз терезеден сығалап тұр екен. Кешіріңіз. Жақсы ма екен? Қалай екен болғанда? Мырзеке, тізем бетіме тиіп қалды ғой анау. Сіз отыру үшін ше? Бұған люк керек қой, люктен басын шығарады. Или ана несін алып тастау керек, сенің несін. Несін? Малдас құрып отырасың. Жақсы. Жақсы. Бірақ анау заправканың қасынан өткен кезде бағың толып қалатын шығар. Жо, Мадияр бүйтеді. Бұл кісі полный бак заправка жасайды да. Ана бензин бітем дегенше бензин сұрау өтіп кетеді. Бұл 100-ге қанша? 100-ге деппін ғой. 1000-ға қанша? Не болды сендерге жігіттер? Мазақ болды ма не мен машина сендерге? Жоқ, былайша жақсы. Машинадан басқа әңгіме айтыңдар, шамам жоқ мен әзілдесетін. Мынаған астына мырзеке домкрат қайтып сияды екен деймін да. Домкрат керек жоқ бұған. Көтеріп тұрып бара бересің. Жоқ. Бұған бір қызығы, бұда бір қанша аттың күші бар екен білмейсің ба? 1000 шақты шығар. 1000 аттың күші? Аттың емес ей, тышқанның. 1000 тышқан былай қарап қойсаңыз былай тартып кетесіз сіз. Жоқ, көлік өте сондай әдемі көлік. Қойыңдаршы, болды, не болып кеттіңдер жігіттер? Жаман емес. Қалжыңның да орны бар. Машинадан басқа әңгіме айтыңдаршы болды. Айтпақшы, стройканы нағымай-ақ қойыңыз. Гараж саламын салмайтын жарсыз енді. Үйіңізге алып кіре саласыз. Жарайды. Қойсаңдаршы болды. Алам деп алған жоқ, бұйырғаны ғой енді. Клиент алмайтын жарсыз. Неғып алмаймын, осы таксовать етемін деп алдық қой. Онда клиентке кілтті беріп өзіңіз таксимен беріңіз. Симайсыз қой жазған. Егер такси керек болса бармыз десің. Апа, такси ма? Болды, мен жүрем. Тұра беріңіз, бара салам мен. Ол жерге от алдырмай қойсаңызшы, көтеріп апарасыз. Қойшы жүр, шай ішеміз. Жақсы, машинасы жақсы жалпы. Картошкілер кішкене кейін күреп қалған ба? Жоға, осылай қарып қуырылған жақсы. Ал, шайды. Үйде тұз қалды ма? Бақыт. Иә, бар ғой, әкелейін ба? Қайдан әкелесің? Өй, тұзды үнемдеп санмайсың ба? Қарап, тұзын көбейтіп жіберсін деп жатырмын мен саған. Тұзы да жақсы ғой. Жек көрсеңші? Жақсы. Ой, қайықтың жақсы. Сіз ана қантыңыз көтеріліп, тамақтың дәмін сезбей отырсыз ғой? Айтпайсыз анау тамаққа тұз емес, тұзға тамақ қосқан ғой бәкең. Қайда? Мына көрпешелерді жаңартқасыңдар ма Бақыт? Бұл көрпешелер ана Айжамал сіңілімнің қолынан шыққан көрпешелер. Сапасы өте жақсы. Баяғы көрпешелер ғой. Реңін бермепті. Мен де ана келінім айтайыншы онда осы деп жаңартып алдысын, е? Айт. Бірақ бұны қайда заказ берем мен? Оны заказ бермейсіз? Оны заказ бермейсіз. Соны былай істейсіз. Жатын бөлмеге кіресіз дағы.
қолыңызды бүйтіп қойып көзіңізді жұмасыз да. Менде көрпеше бар, маған көрпешелері ғашық, жастықтары ғашық, простиналардың бәрі менікі деп бір көзіңізді мың рет қайталайсыз. Көзіңізді ашасыз, көрпеше төселіп қалады астыңызда. Бізде сол рахат екен ғой, иә. Істеңіз соны. Иә, сөйтейінші онда. Маған дүние ғашық, байлық ғашық, маған бәрі ғашық дей бересіз. Ақша. Ой, ақшаны міндетті түрде айтасыз. Сен де қатырасың. Біз сондай айтасыз, сөйтіп байып жатыр. Шығармайтын жоқ айтты. Келді мына. Әулие бақыт тілен келді ғой бізге. Көзге не болған оны? Есікке соғып алдым. Арқара өшелеші. Есікке. Сен ағы сол есікке соғат екенсің десің. Басқа ешкім соқпай ма сонда? Қараңғыда байқамай қалдым ба? 25-ке келдің, ей. Осы бір ширек ғасыр ғұмырыңда адам құсап, өтірік айта алсай сен. Алқаш. Алқаш демеңізші, мен ішпеймін ғой әке. Дәрі ішпеймін, соның иісі шығар, соны ішпеймін. Айттым өтірік айтамайды. Сол дәрі ішкенің бе? Бізде дәрі ішкен аузымыздың арақын шығып тұра ма? Хой, немене біле бұны? Хой, араластырғасын ғой сен әбден. Қанша ақша береді ана ішінде? Мен қайдан білейін, немене маған қарайсыз? Ей. 120 мың ақша бар тұғын оның ішінде. 120 мың? Иә. Так, қалған 119.999 теңге қайда? Ой, білмеймін деймін, шын айтам, білмеймін. Нақ білмейсің? Кәлеш түнмен ішесің арақ. Түнмен ішкен жоқпын, бірақ күрішкі ғой. Бірақ күрішкі. Анау шекеңдегі бір күрішкі. Мұна қалған мұна ветінің бәрі. 12 күрішкі, 7 стакан арақ болып тұр. Оңбаған. Маңдай жарылған, қабақ іскен, көз көгерген, әмиян. Ешқайсысы білмейсің ғой сонда шынымен. Ой, жоқ. Жездегі. Тербете бермейшін, басым деген соқылып түсіп қалайын деп тұр ғой. Мына су ішіңе қарағанда сен екі күшкі сыра мес айналайына, бір бөшке сыра толы систернаға шомылғасың ғой сен мына түріңмен. Ұрып алсаң ана стенаға басында бір рет ұрып ал, ана тимей тұрған сымдар тиіп, мүмкін бар есіңе түсіп, адам қалпына түсерсің. Ой, қойыңшы жездегі. Бас демей тұрған кезде сізді. Шынымен есіңе түспейді, дым жоқ та сода, дым. Өздерің ақ отырсыңдар. Ой, әшкеті қатырсың ба? Әртіс болайын дедім бе? Әртісінес, нау болды есін аға. Оппо! Бір ұрып кетті бәне? Удар дейді. Ах, оңбаған. Қазіргі балдардың бәрі тәртіпсіз. Тәртіп жоқ қой қазір, а? Иә. Сен бейт. Сен, кім? Қараша. Айналайын. Қаршыға деңізші, есін аша таса бермеші. Кім деді? Қаршыға. Қаршыға. Сен суретке түсіріп алайын. Ей, чоғый. Құзырлы органдарға жеткізем. Посттан жіберем. Ой. Құзырлы органдар сенің кімді ұрғаныңды сені кім ұрғанын тауып береді олар. Керек жоқ есін аға. Керек болады дейміз, тұршы. Есін аға, ой, қойыңыз деймін. Түсірмеңіз деймін. Видеоға түсіріп аламын. Жоқ, түсірмеңіз. Жария қыламын, елге жария қыламын. Ой, тыныштық бәрі дұрыс. Есіктің тұтқасына ұрып алдым. Есіктің тұтқасына? Иә. Қалай есіктің тұтқасына ұрып аласың сен? Кәдімгідей. Ой, есіктің тұтқасы. Мына жақта сенің маңдайың мына жақта. Неға қадап қойғасыңдар ма деме есіктің тұтқасын? Жоқ, аяқ киім бауын байлап атқанда іштен балдар ашып берді да, сонымен тастады. Ай. Оңбаған есіктің тұтқасы. Өз жарымыз. Ағам неге көзілдік киіп алған? Бұның әкесі мен сондай блестящий адамымды жалтырап жүрем. Сол көзі шағылыспасын деп, көзіне зиян тимесін деп киіп алғанда көзілдік. Жарайды Нағаш ата, мен бәрін сағындым, бәріне сәлем айтыңыздар. Сыра ішетіндер бар, арақ ішетіндер бар. Ол не деген күнә ол? Үлкен күнә болды. Жезде айтпай-ақ қойыңызшы болды ғой, немеге айта бересіз қайта-қайта? Айтып қой сізге енді татып алмаймыз деді ғой, ішпеймін дедім ғой. Ішпейсің ғой? Ішпеймін. Уәде ғой? Уәде болды, айта бермеңізші. Ішпеген. Жақсы айтқан екен жаңа. Түрлі оқпадыңдар. Жаңа қалай деймін да, ұрлық жасап, күнәға бататындарды айтамын да, түсінбейсің оларды. Бірақ ұрлық жасағандар бір отырып су тауып келгеннен кейін ұрлығын қойып кететіндер бар. Ішкендер қоя алмайды ғой таңын реттер. Ішсе. Жездеге қойыңызшы болды, айттық қой жаңа, айттық қой, немеге айта бересіз қайта. Сен айтып тұрған жоқ мен енді. Жалпы айтып жатырмын да. Жалпы айтпай-ақ қойшы ғой. Ішкен жаман ба енді. Айтпаңызшы бұл. Ол айтпаймын мен.
әжептәуір отырады. Ішінде есін білмейтіндері бар ғой ертесінде. Қойыңыз. Жоқ, саған айт. Мен айтып тұрсыз ғой енді қазір енді жерде. Басқа кімді айтып тұрсыз ал? Айтпаңызшы. Болды. Не бәрі ішіп қаппыз, соны әңгіме қайта қоймайсың екен. Просто ішіп, ертеңіне қаяқта жүргенін білмей іздеп кететіндерді айтып жатырмын да мен енді. Енді мен айтып жатсыз ғой қазір енді. Болды, сен айтып жатқан жоқпын. Айтпаңызшы вообще. Ішкен күн ашамын. Қойсаңызшы болды ғой жерде. Мен просто ойымды айтып жатырмын енді. Неменең мазақ қылып жатсыз? Болды, айт.